Сәлем достар, бүгін сіздермен хроматиннің структурасы, жалпы мына тұрған ядроның ішінде ДНК қалай орналасады, соған тоқталатын боламыз. ДНК бізде ядрода бос күйінде орналаспайды. Мына ДНКның екі спиралі оралады бізде мұнда орналасқан гистон белогына. Гистон белогына оралып, бізде нуклеосома түзеді. Мына тұрған бізде осы ДНК мен гистон белогын бір-бірімен байланыстыратын H1 гистон деп аталатын құрылым. Бұл, яғни осы екі структураны бір-біріне біріктіріп ұстап тұрады. Және осы құрылымда ДНК гистон екеуінің байланысқан біз нуклеосома деп атаймыз. Яғни ДНК жіпшесі бізде осылай гистондарға оралып, моншақ тәрізді болып келеді және конденсацияланған түрде мына ядроның ішінде сақталады. Бізде яғни конденсация тығыздалу деп атаймыз. Эухроматин және гетерохроматин деген екі құрылым болады. Эухроматин бізде осы ашық түрдегі, яғни бір-бірінен бос орналасқан, алшақ орналасқан осындай құрылымдар. Эухроматин бізде гистондардың ацетилденуіне байланысты ашылады және бұл жердегі гендер, наяқтағы ДНК-дағы гендер транскрипция активті түрде жүреді және ген активті болып табылады. Және мына жерде қарайтын болсақ, бұл бізде микроскоптағы сурет. Эухроматин бізде ашық түсте болып келеді. Себебі ол бізде өте бос орналасқан және бұл жерде активті түрде гендердің транскрипциясы жүреді. Жеңіл конденсацияланған деп айтсақ та болады. Одан кейін бізде өте қатты тығыздалған нуклеосомаларды көруімізге болады. Яғни бұл бізде гетерохроматин деп атаймыз. Бұл бізде осы гистонның диацилденуінің нәтижесінде өте қатты тығыздалып орналасады. Хромосоманың ішінде және мынау фотодан қарайтын болсақ, бізде қара болып келеді. Яғни бұл жерде гетерохроматиннің ішіндегі гендер активті емес және бұл жерде ешқандай да транскрипция жүрмейді. Транскрипция жүру үшін бізде гетерохроматин эухроматинге айналу керек, яғни ашылу керек. Ашылған кезде ғана бізде осы гендер активтеніп, осы жерде транскрипция жүре бастайды. Ал басқа кезде, егер бізде керек емес болған кезде, яғни гендер транскрипциясы жүрмеген кезде гетерохроматин түрінде осы ядроның ішінде сақталатын болады.